Сәлем баршаңызға, менің каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен Фариза. Бүгінгі сіздерге ұсынатын видеом қазақ елінің әз Наурыз мерекесі туралы қысқаша тоқталмақпын. Наурыз ежелгі заманнан қалыптасқан жыл бастау мейрамы. Қазіргі күнтізбе бойынша 22 наурыз күн мен түннің теңесуі кезіне келеді. Наурызды негізінен парсы, Кавказ және түркі халықтарының арасында көктем мейрамы және жаңа жылдың бастауы ретінде тойланады. Дәстүр бойынша наурыз мейрамын бүкіл ауыл ел болып, әсіресе жастар жағы түгелдей таң шапағатын қарсы алудан, тазаланған арықтарға су жіберуден, ағаш, гүл егу рәсімін өткізуден бастайтын болған. Сонымен қатар халық ойындарымен, ән салып, би билеумен, ақындар айтысымен, қазақша күресімен, ат жарысымен жалғасып, түнге қарай алтыбақан ойынымен аяқталатын болған. Және ұлттық тағамымыз наурыз көже әрбір үйде 7 түрлі тағаммен жасалады. Өте ерекше дәмді болады. Тіпті үлкен кісілер наурыз көжені той ішіңдер, жыл бойы тоқ жүресіңдер деп дәруменге толы тағамды ұсынатын болған. Бұл мерекеде бәрі бір-біріне жақсы тілектерін айтып, ізгі лебіздерін білдіріп жатады. Әз Наурыз мерекесінің тағы бір ерекшелігі бұл ұлтымыздың әдемі ойланған, керемет сондай киімдерімен қарсы алады. Міндетті түрде әдемі қылып көйлектер, камзол, шапан киіп үлкен кісілеріміз осындай киімдер киіп қарсы алатын болған. Елімізде пандемияға қарсы көптеген іс-шаралар, мерекелер тойланбаған болатын. Осы күнді бәрі асыға күтті деп ойлаймын. Осындай керемет көктем мерекемізді Қызылорда облысы Сырдария ауданы Тереңөзек кенті тұрғындары да салт дәстүрімізге сай етіп атап өтті. Кентімізден 5 қараш үй тігіліп, ақ дастархан жайылып, үлкен қазанға 7 түрлі дақылмен жасалған ұлттық асымыз наурыз көже дайындалып, ән-би күйімізбен қатар халыққа ұсынылды.
көктемнің керемет шуағы, жаңа жылдың жаңа бастауымен жаңа халық мерекені жақсы көңіл күймен қарсы алды. Сіздерге де биылғы жылғы мерекеміз, жаңа жылымыз, жаңа бастаулармен, жаңа табысымен, жақсы жаңалығымен келсін деп тілеймін. Мерекелеріңіз құтты болсын. Жылдан жылға аман-есен жете беріңіздер. Осындай керемет әз наурыз мерекемізді барлық жерде жоғары дәрежеде өткізді деп ойлаймын. Сіздерге видеом ұнаса, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыз. Және каналға тіркеліп қойыңыз. Сіздермен Фариза. Ал сол кезге бала үйді ала жігітпен атпайды. Анау жолы ашық азамат болады деп санаған. Сондықтан тал тұрып қайда басып келе жатқан баланы сол кестіру күнге дейін жалғасып келеді. Олай болса дәстүрге кезіктірейік ағайын. Мерекесі құтты болсын. Наурыз мерекелері құтты болсын. Наурызға қос тойын қабат болсын дегендей, мына немеремнің тұсауын кестірейін деп жатырмын, Құдай қаласа. Мына ер баланың тұсауын ер жігіт кеседі екен, халыққа қалаулы, елге елеулі азамат кеседі екен. Қыз баланыкін тұрмыс құрмаған қыздарға кесірмей, әйелдерге көп баласы бар әйелге, сосын пысық әйелдерге сондайға кестіреді екен. Мынау немеремнің тұсауын Құдай қаласа осы ел басқарып жүрген сізге кестіргім келіп тұр. Құдай қаласа аман болса сіздің жолыңызды берсін, халықтың, елдің азаматы болсын деп сізге әкеле ғой. Алашыпты аттамасын деп Алла тағала ала байдайым деп. Дай балам, қадамыңды жазып алам, сауынды кесейін. Мөңді шешейін. Енді мынау өскенде атсыр азамат болсын деп қамшы қойдық алдына. Абай намысы таны болсын деп кітап қойдық. Жамбылмай жырау болсын деп домбыра қойдық адапта ағайын.